Мен негізі мектепте таяқ жеп өскем енді. Енді постоянно таяқ жеп жүрдім, шынын айтайын. Кішкене күшім жетпейтін әлсіз болдым да бұл кезде. 7 сынып оқып жүрген кездерім ғой, сол кезде мектепте ұрады мен. Балалар ұрып кетеді. Өзімнен кішкентай класстар ұрып кетеді. Мен ақ көңіл болдым да такойна. Үндемейтінмін. Содан кейін өз жыным ұстап кетті уже. Қашанғаша жүре берем осылай дедім да. Үйге барып качканы бердім, спорт қостым. Груша соғып, гантель, гире бәрін көтеріп 3 ай дайындалдым. 3 айдан кейін енді мектепте жүрген бір баламен ерегесіп қаламыз, ана баланы биіремін, құлайды. Содан кейін уже ана жерде арттан келеді де біреу шар жақтан биіреді, мен талып қаламын. Мен талып қалғаннан кейін ана жақта уже текпілеп тастады. Содан кейін тағы солай жүрдім ғой, мен дух болмады да, дух болмаса ол бесполезно екен, акасы дайындалған, качество еткен. Дух болмады, тағы да ұрып жүрді, солай мені ұрып, өзімнің кіші класстар бәрі ұрып кететін, солай сол қалпыма түсіп қалдым тағы да. Содан кейін бір күн субботникте жүргенбіз, мектепке субботникке шақырды мұғалімдер бізді. Үйден сыпырғы, лопата, тырнауыш апарып, бәріміз жүргенбіз, балалар маған істеткізіп қойды, істейді. Қыздармен өздері ана жерде ойнап, прикол ұстап, мен істеп жатырмын. Бір уақытта істеп жатқам, қолым ашып кетті, что-то мен жерім бар ғой. Қарайым, қолымда өрмек шағып алады. Пауық бар ғой. Кәдімгідей ашыды, дедіп қалдым да, бүйтіп қалдым да. Алып тастадым, содан кейін денем қызып кетеді ғой. Қызып кетеді, энергия пайда болады денемде. Түсінбедім, что-то характер бәрі пайда болды, дух, мух там. Сосын бір бала, немене тұрсың деп, маған, былайынан ұрам деп отады, мен бүйтіп қалып қолыммен, бүйтер қалғам, ана домалайды ғой. Сосын бүйтіп, бір бала келеткен, бүйтіп қалғам, қолымнан жіп шығатына. Акасы, мен Человек-паук болып кеткем ғой, ана шаққанда. Ана жіп орап тастайды, ана балаларды, прикинь. Аналар түсінбей жатыр, біреу келеді, бүйтіп ақырын беріп қалам, ұшады, мен уже жүрек, дух пайда болды да менде. Қорықпаймын, смело сылқ еткізіп жіберем, аналар домалайтын. Қыздар шоки. Қыздардың бәрі сынып жатыр маған енді ана жерде. Бәрі сынып, Дәурен, что там, ана деп. Мен түсінбей қалдым өздерім. Акасы, мен соның үшін красавчикпін ба не деп ойлап қоям. Бәрі сынып жатыр. Мен өзім школды ұстайтын болдым да сол кезден бастап уже 7 сынып оқып жүрмін, бірақ 11-ді 10 бәрі жоғары класс, төмен класс маған подчинять ететін болды да. Соны өзім таң қалдым да, Человек-паук болып кеткем ғой, до того.